Үйдегілерді ерекше бір тағам дайындап қуантайыншы дегенде ойыңа ешбір тағам келмей жатса, менің парақшамды ашып дәл осы рецепті дайындай салыңыздар. Қажетті заттары қазіргі уақытта барлық үйден табылатын өте дәмді ерекше тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен ана отырған жүрекшені қызартасыз. Артынша блендерге тауықтың төс еті, тұз, қара бұрыш салып жақсылап езіп аламыз. Қолымызды сосын стрейчті де жақсылап майлап алып, етімізді 3-4 қасықтан салып, осылай 4 бұрыштап жайып аламыз. Енді тамағымыз одан әрі тойымды болу үшін өзіңіз ұнатқан шұжық түрін жұқалап турайсыздар. Алдымен шұжықты, сосын еритін жақсы бір сыртты салып, нығыздап көрсетілгендей етіп орайсыздар. Екі ұшын конфет сияқты орап, нығыздап домалатып алсаңыздар болады. Дайын рулетімізді алдымен ұнға, содан соң жұмыртқаға малаймыз және дәл осындай панкоға немесе кез келген панировкаға батырып, қызып тұрған майда орта отта қуырып шығасыздар. Ал үстіне құйған соусын әзірлеу үшін сары майға пиязды салып қуырып, үстінен тұз, қара бұрыш және кез келген пайыздағы сливкиді салып, қоюланғанша жай отта қайнатсаңыз болғаны.